Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте ерекше дәмді шығатын, мерекелік дастарханға арналған, өте әдемі әрі тез дайын болатын оңай салаттың рецептісімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Және де өздеріңіздің лайк, комментарияларыңызды жаза отырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Қажетті ингредиенттер бізде колбаса, помидор, сыр, фри, тұз, горох және майонез. Осы аталған ингредиенттерді араластырамыз. Бірінші бізге туралған колбаса, екінші помидор, сырды саламыз, және де фриді саламыз. Келесі кезекте горохты саламыз, кішкене тұз қосамыз, майонезді қоса отырып, жақсылап тұрып салатымызды араластырамыз. Міндетті түрде тұзды аз ғана қосамыз, тұздың көп қажеті жоқ. Дайын болған салатымызды мінекей көріп тұрғандарыңыздай осындай әдемі болып шықты. Салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді осындай салат болып шықты. Және де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте тойымды, керемет, оңай әрі тез дайын болатын салатымыздың рецептісі осы. Және де астарыңыз дәмді болсын. Каналыма өздеріңіздің әдемі лайк, комментарияларыңызды жаза отырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.